Сәлемдесу. Тараз мемлекеттік университетінің құрамасы. Бұл Тараз 2000, бұл Тараз 2000, бұл Тараз 2000. Достар, біз сіздермен амандаспай тұрып, өзімізді таныстырмастан бұрын, ең бірінші өкпе-ренішімізді айтайын деп едік. Неге біздің қаламыздың үстімен метеорит өтпеді? Тараз 2000 жылдық тарихы бар қала. Ол лайықты ең болмаса метеориттің өткеніне. Мейлі, өтпесе өтпей қойсын, ең болмаса қақ ортасында құласа болады ғой. Жоқ, сіздер ойлап қалмаңыздар, таразықтар өз қаласын жақтырмай ма деп. Ондай емес. Егер біздің қалаға метеорит құлағанда, біздің Тараз туристік қала болып, әлеуметтік жағдайымыз жақсарып, мегамыз жоқ болса да, ең болмаса метеоритіміз бар деп мақтанатын едік. Айналайын-ау, не деп кеттің сен, а? Жарайды, оны қойшы. Онда неге Экспо 2017 жылы Астанада өтеді? Неге Таразда өтпейді? Не үшін? Айналайын-ау, сен де салыстырдың ғой Тараз бен Астананы? Салыстыратын жөні бар, Дайыр. Біріншіден, Таразда да 167 гектар жер табылады. Екіншіден, Астанаға келетін 2017 жыл біздің Таразға да келеді. Ал үшіншіден, ең бастысы, біздің таразықтар Экспо не екенін білмейді. Біздің Таразға, егер Экспо 2017 біздің Таразда болатын болса, біздің Таразға 3 қабатты бір мега соғып берсін, сол бізге Экспо. Ерекше жағдай, достар, сөздерін шатастырып ала беретін майы қызметкері. Капитан Жігіт Ұнатаров. Ау? Кешіріңіз, капитан Досымжан Таңатаров. Менімен бірге ішіңіз. Не дейсіз? Көліктен түсіңіз деймін. Сіз мені бұздыңыз. Түсінбедім. Ережені бұздыңыз деймін. Енді не істейін мен? Құшақтаңыз мені. Не деп кеттің? Құжаттарыңыз деймін. Мәңіз. Аха, бәрі дұрыс. Ала беріңіз, енді бірақ мәселе қал шешілмеген. Қандай? Мені қатты аялаңыз. Не деп тұрсыз? Енді қатты айдамаңыз деймін, не болсын жабын. Қазіргі таңда әйелдерді несиеге алуға болады екен. Жан, не? балдардың бәрін ұйықтатып тастадым. Жүрсей, бөлмеге жүрсей. Ұстама мені, ұстама. Неге? Сен бұлайға төлеген жоқсың. Өмірлік жағдай, достар, қазіргі таңда көшеде кетіп баратқан адам талып қалса, қасындағы адамдар ештеңе істей алмайды. Мүмкін сасып қалады, мүмкін сонда бір ерекше жағдайлар болады. Сонымен көшеде талып қалған баланың әңгімесі. Құлады, не істейміз? Құлады, көмектесіп көр. Дәл осы адамдардың ішінде дәрігер болса, қалай болатын еді? Қашыңдар, су әкеңдер, басын ұстаңдар. Дәл осы дәрігердің орнында жоғарыдағы шенеунік ағамыз отырса, қалай болатын еді? Көмектесіп. Сабыр. Бәрі жақсы болады. Бюджеттен ақша бөлінсен, бәрін жөндейміз, уайымдамаңыздар. Уәде береміз. Ал енді осы ағамыздың орнында жайдарман ойнап жүрген жігіт болса, қалай болатын еді? Көмектесіп істейміз да. Мінекей, құрметті достар. Біз, жайдарманшылар, осындай сәтте от құрамал тауып құтылып кете аламыз. Тұрсай. Құрметті достар, біз жайдарманшылар мақтымыз. Бұлсайды дейсіз. Бірақ дәрігердің керегі дұрыс қойдым сонда да, Міне, құрметті достар, барша жайдарманшылар ойының соңында әдемі әуенмен немесе өте тамаша сөздермен кетіп жатады. Біз бүгін бәрінен ерекше кетеміз. Біз нағыз әзілсқақ театрлар секілді кетеміз. Әке, шеше, мен жасым 20-ға келіп, өз күнімді өзім көрем. Сабыр. Анаған тәрбие берген сенсің, түсінің бә? Сен ана арты бірдеңе бұзылып қалмайды. Жүрді, не істеп кеттің ау? Ойбай, бетім-ай. Мына заман не болып кетті ағайын? Ойланайық. Ай, тоқтай!